Наруто миллиондаған жанкердің жүрегін жаулаған аниме. Бірақ бұл жай ғана ниндзя туралы ертегі емес. Оның артында терең мағына, ауыр тағдырлар және шын мәнінде қорқынышты оқиғалар жатыр. Сәлем достар, сіздермен бірге Сұлтаныс арнасы. Ең бірінші арнаға жазып лайк басып кетейік. Оның жасылушыға жетейік. Алдыңызда писте Наруто жеңіп кетті. Егер сізде дауыс бергіңіз келсе, арнаға жазылыңыз. Басылмай жатып өзіңізге шай немесе печенье албаңыз. Әйтпесе қарныңыз ашып қалуы мүмкін. Достар, бүйтейік. Ең бірінші арна жазылу үшін мен 3-ке шейін санайын. 1, 2, 3. Арнаға жазылдыңыз ба, онда сіз красавчиксіз. Алдыңғы видеоларды көріп кетіңіз. Мықты видеолар шықты. Онда достар, бастайық. Бұл ғажайып әрі жүрек ауыртар туындының авторы Масаши Кишимото. Ол 1974 жылы Жапонияда дүниеге келген. Кішкентай кезінен Дракон Бал және самурайлық фильмдерге қызыққан. Осы шабытпен ол 1999 жылы Наруто мангасын жаза бастайды. Манга 15 жыл бойы үзіліссіз шығып, 700 тарауға, ал анимесі 1000-нан аса эпизодқа жетті. Бірақ бұл эпизодтардың артында не жасырын? Итачи бауыр үшін қылмыскерге айналған қаһарман. Көз алдында бүкіл отбасын өлтіру бұл қасірет пе, әлде ерлік пе? Итачи Учихо Саскені қорғау үшін өз кланын жойды. Оны бәрі жау санады. Бірақ шын мәнінде ол өзін отаны мен бауырын сақтау үшін жанын қиған қаһарман еді. Оның ішкі жаны азабы адам төзгісіз, нағыз психологиялық қорқыныш. Арачимару ғылым шекарасынан өткен зұлым. Арачимару тек қарапайым жауыз емес, ол өмірді ұзартуды армандаған, адам денесіне тәжірибе жасаған сұмдық кейіпкер. Оның зертханалары мен құрбан болған жандардың тағдыры нағыз қорқынышты фильм сияқты. Гарра махаббат көрмеген бала. Гарра кішкентай кезінен қарғыс атқан анасы оның туған сәтінде қайтыс болды, ал әкесі оны қару ретінде ғана көрді. Достарсыз, сүйіспеншіліксіз өскен бала қалайша адам өлтірушіге айналды. Бұл қоғамның балаларға деген қатыгездігінің көрінісі. Соғыс пен саясат балалардың балық шағын ұрлаған жүйе. Наруто әлеміндегі балалар 12 жасынан соғысқа қатысады. Өлім мен өлтіру олардың күнделікті өмірі. Бұл тек фантастика емес, бұл шын өмірдегі саяси ойындар мен соғыстардың ауыр символикасы. Наруто жай ғана аниме емес. Бұл адам психологиясы, соғыс зардабы, құрбандық пен мораль туралы терең дүние. Масаши Кишимото бізге тек шытырман оқиға емес, шынайы өмірдің қасіретін көрсетіп кетті. Интернетте көп айтылмайтын бір аңыз бар. Ол Наруто анимесін көріп отырған кезде болған бір түрлі оқиға туралы. Көп адам сенбейді, бірақ дәл осындай жағдай басқа да көрермендердің басынан өткен. Бұл сәйкестік пе, әлде бір нәрсені расымен жасырын ба? Оқиға. Менің жасым 15-те еді. Сол күні кешке ештеңеде өзгеше емес болатын. Жатар алдында Нарутоның Шипуден бөлімін қарап жатқанмын. Түнгі 1:47-те 135-ші бөлімін жүріп жатқан. Итачи Саскемен сөйлесіп тұрған эпизод. Бір кезде экран бір сәтке қатып қалды. Бірақ Netflix-пен немесе YouTube емес, мен видеоны флешкадан қарап отырғанмын. Қатып қалған кадрда Итачидің көзі тура маған қарап тұрғандай болды. Мен видеоны тоқтатып қайта қосайын десем, ештеңе істемейді. Компьютер жауап бермей қалды. Сол сәтте бөлмедегі температура бірден суып кетті. Терезе жабық, жылу қосылы, бірақ менің тістерім тісіме тимей қалтырап кеттім. Бір түрлі дыбыс шықты. Сырттан емес, құлақтың ішінен сияқты. Әлсіз сыбыр. Сен де көрдің бе? Шошып кеттім. Видеоны өшіріп бәрін тоқтаттым. Бірақ сол түннен бастап мен не екенін белгісіз ұйықтасам, Итачидің көзі түсіме кіреді. Ол үндемейді, тек қарайды. Фанаттар не дейді? Бұл оқиға Reddit, Аджан сияқты форумдары талқыланған. Бір қызығы бірнеше адам дәл сол бөлімде, дәл сол эпизодта бір түрлі сезім болған мойындаған. Көбі дәл сол Итачидің қатысуымен болған бөлімдерден кейін
қорқынышты түс көретіндігін айтады. Масаши Кишимотаның өзі мұндай нәрселер туралы ешқандай айтпаған, бірақ фанаттар арасында кейбір эпизодтарға арнайы жасырын дыбыстық жиілік немесе сурет салынған деген қауесет бар. Бұл рас па, әлде анимені тым көп кеткен фанаттардың елесі ме, белгісіз. Бірақ осыған ұқсас оқиғалар бір емес, бірнеше рет тіркелген. Наруто бізге таныс, жаңа жақын аниме, бірақ түн ішінде жалғыз көріп отырған кезде ол да өзгере бастайды. Кейбір кадрлар, кейбір дыбыстар адам санасымен ойнай ма? Әлде бұл жағына қорқынышты фанаттық миф бе? Тағы бір оқиға. Нарутоны күлкісі тоқтамай қойған. Бір фанат Наруто сериясын қарап отырған. Онда әзілкеш Наруто қатты күледі. Бірақ видео тоқтағаннан кейін де дыбыс 10 минутқа дейін тоқтамаған. Ол тіпті компьютерді өшіріп тастаса да құлақ қаптан сол күлкі шыға берген. Үшінші оқиға. Курама айнадан көрінді ме? Наруто мен Кураманың ішкі әлемдегі сөйлесу сценасын көріп жатқанда бөлмедегі айнада бір сәтке қызыл көз жылт етіп алды, дейді бір қолданушы. Ол содан бері айнаға қараудан қорқып кеткен екен, әсіресе түнде. Төртінші оқиға. Саске айғайлаған кезде құлақтан қан кеткен. Ютубтан Саске мен Итачидің шайқасын көріп отырған бір көрермен Итачидің кинжитсу жасаған сәтінде құлағым шыңылдап кейін жеңіл қан ақты дейді. Бұл дыбыстық ақау ма, әлде басқаша әсер еді ме? Ешкім нақты айтылмайды. Бір фанат Мадара жасаған сценасын көріп отырып ұйықтап кетеді. Бірақ түсіне сол әлемге түсіп қалып 3 күн бойы ойына алмай қойғандай сезінеді. Қайта оянғанда денесі дірілдеп, не болып кеткен өзі түсінбей қалады. Сен де бір түрлі жағдайға тап болдың ба? Түнде Наруто көріп бір түрлі түске кірдің бе? Комментарияға жазыңыз. Сакура шын мәнінде жоқ адам. Бір аңызы Сакура Наруто мен Саскенің елесі ғана. Оны ешкім шын мәнінде мойындамайды, ешкімнің есінде қалмайды. Бұл миф Сакураға деген фанаттар сынынан туған. Бірақ Сакура иллюзиядағы жалған дос деген қорқынышты идея таралған. Итачи өлілер әлемінің күзетшісі ме? Итачи туралы ең көп тараған фанаттық мифтердің бірі ол тірілер арасында өмір сүріп жүрген рух. Ол өз өмірін арнап отбасы үшін өлтірген адам. Бірақ оны жаны тыныштық таппай адамдардың рух әлеміне қарай өткізеді дейді. Какаши мәңгі қайғылы жан ба? Фанаттар Какашиді тірі өлік деп те атайды. Оның айналасындағы бір адам өледі. Оның кезіндегі Шаринган өлі досының көзі. Бұл мифке сенсек, Какаши кінә мен қарғыс арқалап жүрген жан. Ол күледі, бірақ іштей өліп кеткен. Мадара адамдардың иллюзияға мәңгі қамтасаған шынайы демон. Мадараны жай кейіпкер емес, аниме ішіндегі шын дейді. Ол көрермендерді иллюзияға тартады деген аңыз бар. Аниме аяқталған соң фанаттар біз де оның арманына қамалдық деп әзілдейді, бірақ кейбіреулер оны шын айтады. Наруто жай ғана аниме емес, кейіпкерлердің артында мифтер, рухтар және адам санасымен ойнауға арналған символдар жатыр деп сенетіндер көп. Наруто анимесі тек ниндзялар туралы ғана емес, оның әр кейіпкердің артында жасырынып жатқан қорқынышты символика, мистикалық аңызбен жойылмайтын елес бардай көрінеді. Бұл фанаттардың елесі ме, әлде автор шын мәнінде не айтқысы келді? Біз тек сыртқы оқиғаларды көреміз, бірақ әрбір кадрдың астында бір тылсым мән жатқандай. Бәлкім кейіпкерлердің тағдыры көрерменнің де ішкі әлеміне көрсететін айнаның бір түрі болар. Сен осы кейіпкердің қайсы туралы мифке сенесің? Мүмкін сенің де басынан өткен бір түрлі оқиға бар шығар. Комментарияға жаз. Біз оны келесі бөлімде оқимыз. Және есінде болсын, кейде жай аниме деп ойлаған нәрсе ойынмен ойнау мүмкін. Онда достар, қош, сау болыңыздар. Арнаға жазылып лайк басып кетіңіз. Sultanos, sultanos, sultanos.
красавчик.